Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен дене қызуын тез әрі оңай сүрудің 5 жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жоғары дене қызуы аурудың ең алғашқы белгісі. Оның салдарынан әлсіздік, шөлдеу және бас ауруы пайда болады. Дене қызуын 38 градустан жоғары болмаса, дәрі ішіп дүрлікпеген дұрыс. Оның орнына көп мөлшерде сұйықтық, яғни су немесе шай ішіп, көбірек ұйықтап демалған жөн. Ағзаның вируспен күресуі үшін артық күш жұмсамау керек. Ең бірінші жолы желдету. Көп адамдар дене қызуы көтерілсе, қалың киініп, көрпеге оранып алады. Негізінде ол дұрыс емес. Дене қызуын түсіру үшін бізге салқындық керек. Ол үшін терезені ашып, бөлме температурасын ретке келтіреміз. Ең оңтайлы температура 20-22 градус болу керек. Науқаста таза мақтадан жасалған жеңіл киімдер киіп алу керек. Нәтижесінде дене артық жылуды шығарып, дене қызуы түседі. Екінші жолы ысқылау. Бұл әдіс жай дене қызуын ғана емес, жоғары дене қызуын түсірудің ең тиімді нәтижелі жолы. Ол үшін этил спиртін қолданамыз. Қыздырып тұрып, денені суытады. Ысқылауды төменнен жоғары қарай жасаймыз. Айнықса аяқ-қолдарды, қолтық астын, шап аралықтарын жақсылап ысқылаймыз. Содан кейін жеңіл көрпе жамылып жату керек. Немесе мақтадан тігілген киім киіп алу керек. Әйтпесе ысқылау кері әсерін беруі мүмкін. Үшінші жолы сірке суы арқылы денені сүрту. Бұл тіпті балалардың дене қызуын сүруге болатын қауіпсіз жолы. Ол үшін 9% сірке суы мен жылы суды дайындаймыз. 1:5 қатынаста болу керек. Дайын болған ерітіндіні мақтаға немесе дәкеге малып алып, науқастың денесіне сүртеміз. Денені ысқылауға қарағанда сірке суымен сүртуді 2-3 сағат сайын дене қызуы түскенше қайталаймыз. Төртінші жолы компресс. Дене қызуын түсіруге құрамында картоп пен алма сірке суынан тұратын компресс көмектеседі. Ол үшін 2 шикі картопты тазалап, үккіштен өткіземіз. Және оған 20 мл сірке суын қосамыз. Дайын болған қоспаны дәкеге салып, кем дегенде 2 сағатқа маңдайға қоямыз. Бесінші жолы итмұрын тұнбасы. Мүмкіндік болып итмұрын табылса, бұл денені С витаминіне қанықтырып, дене қызуын түсіреді. Тұнбаны дайындау үшін итмұрынды термостың ішіне салып, ыстық су құямыз. Беті жабық термоста 5-6 сағат тұру керек. Одан кейін сүзіп, шай ішкенде қант немесе бал қосып ішіңіз. Аурудың алдын алу үшін витаминдерге бай тағамдарды қабылдаңыз. Айнықса күз, қыс, көктем айларында. Бөлмеңізді тез желдетіп тұрыңыз. Эпидемия кезінде адам көп жерлерге бармауға тырысыңыз. Видео сізге пайдасын тигізген болса, каналға жазылып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, дендеріңіз сау болсын достар.